29 тамыз жалпы ұлттық аза тұту күні. Арыс қаласында болған жарылыс әлі күнге дейін халықтың есінде. Адамдар тағы жарылыс болып кетпей ме деген үреймен өмір сүріп келеді. Коронавирус пандемиясы басталып, халық әбден әбігерге түсті. Халық осылай қиналып жүрген уақытта Жамбыл облысында болған жарылыс халыққа керек пе еді? Иә, апат айтып келмейді, тілсіз жау дерміз. Алайда әлем бойынша жеріміздің кеңдігі мен 9-шы орында тұрмыз. Менің айтқым келгені, жеріміз кең. Осындай халыққа зияны тиеді-ау деген мемлекеттік нысандарды халық жоқ жерге, айдалаға соғуға болмай ма? Ал билік басындағылар жиналысты жарылыстан кейін емес, жарылыстан алдын өткізуге болмай ма? Арыста болған жарылыс билікке сабақ болмаған сияқты. Жамбыл облысында жарылыс кезінде қайтыс болған отандастарымыздың жақындарына Кореядағы қазақстандықтар да қайғыра көңіл айтамыз. Иманды болсын.